естімей қалсаңдар оқушылар. Так, мен YouTube сілтемесін сендерге жіберемін. Түсінді ғой? Так, енді бірінші есеп бізде. Бірінші әдемі есеп. Осы кейбір оқушыларда сұрақ болған осы бірінші есепте. Барлығы көрініп тұр ғой оқушылар? Тақта барлығы. 16. Жақсы. 16. Ау? Так, қазір шығарамыз. Мұнда не деп тұр? Қараңдар, осы есепті ұқсас шығардық қой. Бізде қараңдар, бізде бірінші қорап бар. Екінші қорап бар. Енді не деп тұр? 16. Қаз тыныш, әлі қаламаймыз. Оқушылар, бізде осы әдемі 15-ті есепті үлгеру керек біз талқылауға. Так, мұнда не деп тұр? Оқушылар, қараңдар, бізде бірінші қораптан екінші қорапқа 4 кг кәмпит салса, не істеді мұнда? Салайық мұнда бірінші қорап. Екінші қорап. Мұнда не деп тұр? Бірінші қораптан екінші қорапқа бізде 4 кг кәмпит салғанда, не деп тұр? Бізде бірінші қорап, екінші қорапта қарағанда 3 кг артық болды. Бізде не? Бізде сол салғаннан кейін бізде бәрі бірде сол осы жерде бізде 3 кг артық болып тұр кәмпит екінші қораптан қарағанда. Сондай болғанда не істейміз бірінші? Осыған шардық қой, біз аламыз да 21-ден азайтамыз 3-ті. Сол артық 3 кг-ды не істеу үшін? Алып тастау үшін. Сонда бізде бірінші қорап пен екінші қораптағы салмақ массалары бірдей болады. Сонда бізде 18. Енді не? Бізде 18-ді бөлеміз 2-ге, бізде 9 болады. Ол не деген сөз? Сонда бізде ойында әдемі. Қазір. Так. Сонда бізде не? Ол деген сөз? Егер осы артық 3 кг-ды не алып тастағанда, бізде сол екі қорапта 9 кг болады. Дұрыс қой? Сонда бізде екінші қорапта 9 кг, бірінші қорапта 9 кг. Енді сол бірінші қорапқа не істейміз? Сол артық 3 кг-ды қосамыз. Сонда бізде неше? Бірінші қорапта нәтижесінде 12 кг болады. Так. 12 кг. Енді қараңдар оқушылар, ол бізде жауап толық емес. Себебі не? Өйткені бізде ең басында не деді? Егер бірінші қораптан екінші қорапқа 4 кәмпит салса деп тұр. Так, мұнда қазір. Сонда қараңдар, бізде осы бірінші қораптан екінші қорапқа кәмпит салғаннан кейін бізде осы бірінші қорапта 12 кәмпит болды. Енді не істейміз? Сол екінші қораптағы 4 кәмпитті аламыз да, бірінші қорапқа кәмпиттің сол 4 кг-ды қосамыз. Түсінікті ғой оқушылар? Сонда не істейміз? Бізде осы 12-ні қосамыз 4-ге. Бізде неше? 16 болады. Ал сол 9-дан 4 кәмпитті алып тастаймыз. Берген 4 кг кәмпитті, бізде 5 болады. Мен толық осылай шығады. Дұрыс. Бізде бірінші қорапта 16 кг, екінші қорапта бізде 5 кг болады. Сонда бізде жауабы Б болады. Б вариант. Түсінікті ғой оқушылар? Точно. Кімде? Так, сол қате шығарған оқушылар, сендерде сұрақ бар ма? Жазып алсам бола ма? Тез жазылыңдар оқушылар, тез жазып алыңдар. Оқушылар, сендерге сабақтан кейін YouTube сілтемесін сендерге жіберемін оқушылар. Так, уақыт жазуға бердім. Енді келесі есеп. Так, енді бізде екінші есеп. Егер біз тыныш, қарамаймыз оқушылар. Сұрақтар болса ғана микрофондарды қосамыз. Енді не дейді? Егер біз 3 кг қорапқа және 4 кг пияз үшін 1800 теңге төлейтін болсақ, онда және дүкенде 1 кг қораптың бағасы 20 теңге болса, онда 1 кг пияздың бағасы қандай? Қорапқа дейсіз ғой, картоп қой? Ой, картоп, дұрыс, картоп. Мұнда 3 кг картоп. Бізде болды. Не істейміз? Аламыз да бізде біреміз қас. Мұнда не? Бізде 1 кг. Так,
килограмм. Картоп келайын. Үшке көйтем. 1080 Қаз, ал тыныш, етім. тыныш. Қансаны төртке бөлем. Айғайлау, міндетті емес оқушылар. Так, 20 теңге. Сондай бізде неше? Бізде сондай 3 килограмм картоп бар. Аламызда сол 3-ті көбейтеміз 20-ға. Сонда бізде 3 килограмм картопқа неше? 360 360 теңге. теңге кетті. Болды, аламызда 1080 Ал айтамын. Иә, қаз. 80-нен аламыз 360-ты. Дұрыс. Жақсы. Тыныш оқушылар. Сол басқаларға мешать етпейміз, иә? 1080-ні азайтамыз 360. Бізде неше шығады оқушылар? 720. Сонда не дейсіз? Бізде осы 4 килограмм пиязға 720 теңге, иә? Сол төледік, сол 4 килограмм пиязға. Сонда аламызда 720-ны. Так, бөлеміз 4-ке. Сонда неше шығады оқушылар? 80. Дұрыс, 80. 180. Так, мында. Так, теңізді өшіріп, одан қайтадан кіріп көріңіз. Енді, иә, сонда бізде жауабы екінші есепте С вариант болады. Түсінікті ғой оқушылар? Кімге сұрақ бар? Осы. Данайым камераны қосамыз. Так, қосамыз оқушылар камераны. Так. Сұрақ жоқ қой, иә? Оқушылар? Так, қазір мында. Так, мында Нуриман сұрақ бар ма осы? Маулен. Данайым. Жақсы, енді уақыт кетірме бізде неше? Үшінші есеп. Үшінші есеп. Сонда бізде гүл дүкенінде барлығы 38 букет қалды. Тыныш, әлғалабаймыз оқушылар. Так, гүл дүкенінде барлығы 38 букет қалды. Егер олардың жартысын раушан букеттері және қызғалдақ букеттерінің саны раушанға қарағанда 11-ге кем болса, қалған бәйшешек букеттерінің саны неше? Не деп тұр мұнда қазір? Егер олардың жартысы раушан букеттері және сонда бізде не теңіз бірден білеміз? Раушан. Бізде 38-дің жартысы, сонда 38-ді бөлеміз бірден 2-ге. Бізде неше? 19. Дұрыс. Одан кейін не деп тұр мұнда? Қызғалдақ. Так, қызғалдақ бізде. Так, қызыл түсіміз. Раушанның 11-ге кем. Иә. Букеттердің саны раушанға қарағанда, сонда аламызда 19-дан 11-ді азайтамыз. Өйткені 11-ге кем деп тұр ғой. Сонда бізде қызғалдақ 8 болады. Енді болды. Енді бізде бәйшешек табу үшін не істейміз? 8 27, 38-ден 25 азайтамыз. Дұрыс. 19-ды. Жақсы, тыныштан оқушылар. Әлғаламаймыз. Осы 100% шығарған оқушылар. Сол сендер білесіңдер, оны түсініп тұрмын. Так, 19 қосы 8 біз неше? 27. Сонда жауабы неше шығады оқушылар? Бәйшешек, сонда бізде 9, иә? Иә, 11. Да. 11. Иә, так. Дұрыс емес қойдым. Так, иә. Шуш кетті ғой. Иә, так, мұнда былай. Демілеп, 11. Сонда жауап бізде Д варианты болады. Түсінікті ғой оқушылар? Д варианты. Так, келесі енді 4-ші есеп. Бөлме безендіру үшін 4 түрлі түс шарлар қолданылды. Яқ, бізде көк шарлар саны. Бірден жазайық мұнда. Так, көк түспен көк шар саны бізде неше? Бізде так, 12. Енді қызыл шарлар одан 2 есе көп. Сонда бізде қызыл неше саны шардың? 12-ге көйтеміз. 12-ні 2-ге көйтеміз. 12-ні 2-ге көбейтеміз. Бізде 24. Так. 24-тен айтамыз. Қаз, оқушылар, қазір. Әлғалау келі жоқ оқушылар, тыныш. Енді не? Енді тыныш оқушылар. Так, келі жоқ оны. Қаз шығарамыз ғой енді.
Ал сары, так, мында шарлар саны қызылға қарағанда 4 данаға кем. Сонда не істейміз 24-тен? Дұрыс. Алғылау керек жоқ оқушылар? 20. Енді бізде бөлмеде безендіру үшін барлығы неше шар қолданылды? Болды, енді аламыз да сон 12-ні қосамыз. Так, 24-ке. 20 қосамыз. 4. Оған 20. Дұрыс, оны қосамыз 20-ға. Так, қазір оқушылар. Әдемілепсіңдерге. 106. 12, 24, қосылған 20. Я бірден 56. Варианты, я дұрыс оқушылар. Сұрақтар бар ма? Дұрыс емес деп шықты. Қалай? Қазір тексерейін. Так. Қайда мұнда Google формам? Оқушылар сендерде 4-ші есепте д қате деп көрсетті ма варианты? Жоқ. Менікі дұрыс болды. Менікі дұрыс болды. 4-ші есеп д деп қой. Я, так, бізде сонда барлығымыз мұнда осы 3 оқушыда ғана қате шыққан сол. Так, осы есеп. Жақсы, енді 5-ші есеп. Так, 5-ші есеп бізде не деп тұр? Мұнда Асанәлі Айзөзге қарызға. Так, мұнда бірден бұрын осы есеп шығардық қой, бізде Асанәлі, мұнда Ая. Так, мұнда Асанәлі. Асы мұнда Ая дейрек. Асан Ая болды. Яғында не деп тұр? Асан Аязөзге қарызға 230 теңге берді. Сонда Асан Аязөзге 230 Асанәлі Аязөзге 230 теңге қарыз берген. Егер оның алдында Асанәлі оған 140 теңге қарыз болса, енді Аягөз қарызын жабу үшін Асанәліге неше теңге қарыз беру керек деп тұр. Дұрыс. Өйткені не деп тұр? Тыныш. Әлғалабаймыз оқушылар. Естідім жауабын, естідім. Енді неге? Өйткені бізде Асанәлі сол. Өйткені бұрында Ая сол Асанәліге бізде 140 теңге қарыз берген деп тұр, Не деп тұр? Өйткені Асанәлі сол қарыз ғой, сол Аягөзге. Мұнда сонда Аязөзге. Так, сонда не істейміз? Сонда 230-ды азайтамыз 190-ға. Бізде 40-қа. 140-қа. 140, сонда бізде неше? 90 болады. Сонда бізде 5-ші есеп Б вариант болады. Сұрақтар бар ма оқушылар? Жақсы. Точно, кімде сұрақ бар? Жақсы. Так, енді 6-ші есеп. 6-ші есеп. Мұнда не детір? Әкесі мен ұлының жастарының қосындысы 36 бірден. Тыныш, оқушылар. Білем ғой жауаптарын, білемін. Оны әлғарау керек жоқ. Так. Камераны барлығымыз қостық. Енді қараңдар оқушылар. Не істейміз мұнда? Бірден жазайық. Әкесі мен ұлының жасы қазір бізде неше? 36-да. Енді не детір бізде? Осы егер әкесі ұлынан 20 жасқа үлкен болса, онда ұлы неше жаста деп тұр. Не істейміз? Так, енді не істейміз? 36-ны азайтамыз 20-ға. Өйткені неге осы артық жас қой? Сол екеуі жасы бірдей болатындай 36-ны азайтамыз 20-ға бізде 16. Енді сол 16-ны бөлеміз 2-ге. Өйткені сол бізде әкесі мен ұлысының жасы ғой. Бірдей жастары бірдей болғандағы олардың қосындысы 16 бол, сонда бізде 16-ны 2-ге бөлеміз, бізде 8. Сонда неше бізде бірден? Мұнда бірден жазбайын. Олы бізде 8-де. С вариант болады. Енді оның қайтадан сендерге айтайын, өйткені осы есепте бізде көбі А деді.
15%. Так, енді қараңдар, ұқсар, неге? Бізде айтып тұр ғой, әкесі ұлынан 20 жасқа үлкен, иә? Бізде әкесі үлкен. Сол, жастары бірдей болатындай, мен осы артық 20 жасты не істедік? Аз айттық. Сонда бізде әкесі мен ұлының жасы бірдей болды, иә? Сонда біз алдықта бірдей болғанда бізде 16 шықты. Сон 16-ны 2-ге бөлдім. Өйткені әкесі мен ұлы ғой. Сонда бізде әкесі мен ұлы жастары бірдей болса, онда бізде ол жасы неше? Сонда 8 болады, иә? Иә. Иә. Енді келесі 7-ші есеп. Так, жадырада 32 құлпынай бар, ал маржанда тек 20 құлпынай бар. Олардың санын теңестіру үшін жадыра маржанға неше құлпынай беру керек? Ол да әдемі есеп. Оны аламыз да, бірден қараңдар. 32-ні аз айтамыз 20-ға. Аз айтамыз. Я, не үшін? Сен 12. Я. Ол қараңдар. Ол не үшін керек? Оны табу үшін арасында. Қаз, тыныш оқшар. Так, мамлен камера. Қаз оқшар, әлғалау кері жоқ. Так, бізде басқа оқшыларда интернет нашар дұрыс естімей қалады. Сондықтан мені айтам, я? Қараңдар. Так, не істедік? Біз 32-ні 20-ға азайттық. Не үшін? Екені сол арасында неше құлпынайға артық, я? Енді аламызда 12-ні, сол 12-ні 2-ге бөлеміз. Я, екені тең 6. болды. Сол, осы олардың санын теңестіру үшін жадыра маржанға 6 құлпынай беру керек. Так. Я, сонда жауап вариант болады. Қараңдар, оны. Ау. Менде не, басқаша шықты. Айтып берейін ба? Жақсы, айтыңыз. Қалай сөйлеңіз? Шығару жолын. 32-ге 20-ны қостым 52. Қазір 52-ні 2-ге бөлем. Қазір қостымы? Аха, 52, жақсы. Одан кейін? 52-ні 2-ге бөлемін, 26. 26-та 20 азайтамын 6. Түсіндім. Қараңдар, мұнда бізде не істеді? Бізде алдыда осы 32-ні 20-ға қосты, өйткені сол жалпы сан табу үшін 32 шықты. Бізде 32-ні 2-ге бөлді. Сол. Не үшін? Өйткені сол 2 жадыра мен маржанда құлпынай саны бірдей болсын. Я, 2-ні 2-ге бөлі. Сонда бізде жадыра мен маржанның құлпынай сандары бірдей болсын, олардың екеулерінде 26 құлпынай болу керек. Енді болды. Сонда бізде алдықта осы. Ау. Да, бірінші тәсіл, мынау екінші тәсіл. Дұрыс. Я, мұнда болады 26-ны бірден 20-ға азайтуға. Так, ол деген сөз бізде сол маржанға 6 құлпынай жетпей тұр. Немесе 32-ні болады азайтуға 26-ға 6 болады. Я, мұнда ол деген сөз бізде осы жадыра маржанға 6 құлпынай беру керек, а мұнда керісінше маржанда 20-ны азайтқанда бізде керісінше сол 6 құлпынай жетпей тұр. Мұнда қараңдар, ол былай істеді. Бізде екінші тәсіліміз, ол бізде алдыда сол жалпы құлпынай санын тапты, 2-ге бөлді, бізде 26, ол не сөз? Бізде сол жадыра мен маржанда құлпынай саны бірдей болсын, олардың әркімде 26 құлпынай болу керек. Болды. Енді сұрақтар бар ма, оқушылар? Жоқ. Сұрақ жоқ болса жақсы. Енді келесі есеп. Так, 8-ші есеп бізде. Көбі дұрыс шығарды. 8-ші есеп. Так, бізде 2 балада барлығы... Так, тыныш, әлғаламаймыз оқушылар. Так, 2 балада барлығы 16 алма бар. Егер бірінші бала, екінші балаға 3 алмасын бергенде, олардың алмалар саны теңесетін болса, бірінші балада барлығы неше алма бар? Так, қалай? 2 балада барлығы 16 алма бар. Егер бірінші бала мен екінші балаға. Так, бірден былай. Не істейміз? Бірінші бала, мұнда екінші бала. Не деп тұр? Мұнда бірінші баладан екінші, так, мұнда. Мынау бала деп ойлайық. Осы бірінші бала, екінші, так, мұнда. Екінші балаға 3 алма бергенде,
үш алма. Олар не деп тұр? Олардың алмалар санына теңеседі. Енді аламызда 16-ны бөлеміз 2-ге. Сол теңесушіне екені 8. Сонда бізде бірінші мен екінші балада 8 алма. Енді бізде не деп тұр? Бірінші балада барлығы неше алма болды? Бізде не істейміз? Сол аламызда 8-ге 3-ті қосамыз. Себебі неге? Өйткені осы 3 алманы берген ғой екінші балаға. Соны не істеді? Сол екінші баладан қайтар деп, сол 3 алманы алды. Сонда бізде неше? 11 болады. Болды, бізде 8-ші есеп, жауабы 11. Д варианты. Сұрақтар бар ма оқушылар? Жоқ. Так, жақсы. Так, мында қандай есептер? Сендер осы 15-ші. Так, 9-дан бастап қиналғансыңдар. Так, енді соны жақсылап талқылайық, иә? Қарастырайық. Мында не деп тұр? Темірлан 23 алма жинады. Егер Бекхан одан 16-ға артық жинаса, және Сұлтан Темірлан мен Бекханға жинаған алмұрттарынан 2 есе кем жинаған болса, 3 баланың барлығы жинаған алмұрттарының саны неше деп тұр. Так, бірден жазарында. Темірлан, Тыныш оқушылар. Бекхан, Темірлан, Бекхан, одан кейін кім бізде? Сұлтан. Так, микрофондан өшіреміз оқушылар. Камераны қосамыз. Іңкәр, Нұриман, Бекнұр. Бізде так. Так, бізде не деп тұр? Бізде Темірлан 23 алмұрт жинады. Бізде не деп тұр? Осы Бекхан одан 16-ға артық жинаса. Сонда бізде Бекхан неше алмұрт жинады? Дұрыс, 23-ті қосамыз 16-ға. Бізде неше? 39. Сонда Бекхан бізде 39 алмұрт жинады. Енді бізде не деп тұр? Және Сұлтан бізде не? Бізде Сұлтан Темірлан мен Бекхан жинаған алмұрттарынан 2 есе кем жинаған. Сонда не істейміз? Аламызда 23-ті қосамыз, иә? Олардың алмұрттарын санын қосамыз. Иә. Так, Алғалау керек жоқ. Бекнұр, камераны қосамыз. Міндетті түрде қосамыз. Так, мында барлықтарын отырсыңдар. Арайлым, қайдасыз сіз? Арайлым, көрінбей тұрсыз ғой сіз. Барсыз ба? Көріп тұрмын. Енді не? Бізде 23-ті қосамыз 39-а, одан кейін не істейміз? Қосындысынан сол 2-ге бөлеміз. Так, бізде 23-ті 39-а қосқанда неше? 62. Сонда 2-ге бөлгенде бізде Сұлтан неше? 31 алма жинады. Осыған дейін сұрақ бар ма оқушылар? Жоқ. Барын табу үшін барлығын табу. Енді аламызда сон барлығын қосамыз. 39 қосамыз 23-ге, қосамыз 31-ге. Бізде бірден көреміз 39 мен 31-ді қосқанда неше? Бірден 70 болады. Так, енді сол бізде 93, Дұрыс, сонда бізде 9-шы есеп С вариант дұрыс болады. Так, енді тағы рет оны айтайын сендерге. Так, бізде неше деп тұр? Бізде Темірлан 23 алмұрт жинады, иә? Бізде сол есеп шартымен айтып тұр. Енді бізде егер Бекхан одан 16-ға артық жинаса, бізде не деп тұр? Бізде осы Бекхан 16 артық жинады, иә? Осы 16 алмұрт жинады. Қатып жатырсыз. Қатып отырмын ба? Так, қатып отырмын. Жақсы енді. Қатып қалды. Оқушылармен сіз қатып қалдыңыз, және экран қатып қалды. Қатып қалды ма? Так, қазір оқушылар тексерейін мында. Сол не болды менде? Жалпы дауысым естіп тұрсыңдар ғой, жақсы оқушылар? Иә. Жақсы. Барлық қатып қалды. Сізді де естіп тұрмын. Ең бастысы мен естіп тұрсыңдар, ол ең бастысы. Так, жақсы енді. Қайтадан көріп көрейін. Так, ол сол Teams'тан болып тұр. Жақсы енді оқушылар. Барлық қатып қалды, бірақ ана дауысыңызды естіп. Жақсы енді сол дауысын естісе жақсы. Ең басты сол. Так, бізде не деп тұр мында? Былай болып тұр. Бізде 20, тағы рет айтайын, Темірлан бізде 23 алмұрт жинады.
соның егер не дейді бізде, егер бекхан одан 16-ға артық жинаса, бізде не істейміз? Бекханды сол алмұрт саны 23-ті қосамыз 16-ға, ол бізде 39, сонда бізде бекхан 39 алмұрт жинады. Одан кейін бізде не дейді? Бізде сұлтан, иә, бізде Темірлан мен Бекхан жинаған алмұрттарынан 2 есе кем жинаған болса деп тұр. Сонда аламыз да 23-ті қосамыз 39-а, ол бізде неше? 62. 62-ні сон 2-ге бөлгенде бізде 31. Сонда бізде сұлтан 31 алмұрт жинады. Болды, бізде білеміз, Темірлан неше жинады, Бекхан неше жинады, және сұлтан неше жинады. Аламыз да соның барлығын қосамыз бір-біріне, бізде 93 шықты. Сұрақтар бар ма осыған, оқушылар? Жоқ. Жақсы, сұрақтар жоқ болса, ол күшті. Енді 10-шы есеп бізде не де тұр? Асан, так, осы есепті шығардық қой, оқушылар. Бізде неше? Так, мында. Асан, Айбар. Жауабы 270. Тыныш, оқушылар. Бізде неше? Асан Айбарға неше? 390 ақша берді деп тұр, иә, қарызға. Енді не де тұр? Бізде егер оның алдында Асан оған 120 қарыз болса, иә, не дейсіз? Бізде оның алдында сол Айбар Асанға 20 теңге қарыз берген. Я, бізде сонда не деп тұр? Енді Айбар қарызын жабу үшін Асанға неше теңге беру керек? Сонда аламыз да 390-ды. Так, не істейміз? Аз айтамыз 20-ға. Кем болады? Дұрыс, сонда бізде неше беру керек десе? Так, мында жауабы. Так, 270 болады. Сұрақтар бар ма, оқушылар, осыған? Жоқ. О, күшті. Сұрақтар жоқ болса, так, сұрақтар. Тағы рет сендерге айтайын, оқушылар. Мында не деп тұр? Егер оның алдында Асан оған 20 қарыз болса деп тұр. Ол деген бізде Асан сол қарыз болып тұр Айбарға, сол 20 теңгені. Сондықтан аламызда 390-ды 20-ға азайтамыз, қоспаймыз. Так, мында сол кейбір оқушылар қосқан. Так, сондықтан бізде оқушылар. Жазып алыңдар, соны жазып алыңдар. Так, Ұлан, Бекнұр, Нұрмұхамед камераны қосамыз. Қосамыз оқушылар камераны. Так, жазып алыңдар. Осы әдемі. Мен қосып тұрмын. Ау? Мен қосып тұр ғой камерам. Жоқ. Қосып тұрған жоқ. Қосып тұрған жоқ. Так, енді келесі 11-ші есеп. Так, бізде 11-ші есепте. 10-ші есеп бар. Тағы да бір. 10-шы есеп. 417. Екеу. Қаз. Ой. Қаз оқушылар, мұнда бірінші 10-шы есеп жоқ қой. Қайда? Қаз оқушылар мұнда. Так, қайда бізде бірінші 10-шы есеп? Так. Бізде тауып алайын сол 10-шы есеп. Бірінші 10-шы есеп бізде не деп тұр? Так, тексерейін мұнда. Мұнда ол жоқ екен. Я, жақсы, қазір оны тағы рет мұнда өшірейін. 10-шы есепті біз, так, мұнда осы бірінші 10 есепті қарастырайық, варианты бар. Так, бізде не дейді? Ермектің қолында 468 теңге бар. Мұнда қазір сол, так, Ермектің қолында 468 теңге бар деп тұр. Енді не деп тұр? Бізде, егер оның қолында 100 теңгеліктен 2 монета, 50 теңгеліктен 3 монета, 10 теңгеліктен 8 монета болса, және қалған 2 теңгелік болса, Ермектің қолында барлығы неше монета бар? Не істейміз мұнда? Так, 100 теңгеліктен бізде, так, 100 теңгеліктен бізде. Так, қаз 2 монета. Қаз оқушылар, так, бізде 50 теңгеліктен 3 монета. Және неше бізде 10 теңгеліктен бізде 8 монета. Қаз оқушылар, 2 монетадан бізде белгісіз. Енді бізде не деп тұр? Бізде Ермекте сол барлығы неше монета бар, соны сұрап отыр. Аламызда не істейміз? Сол
білетін не істейміз сол білетін ақшаны санаймыз, иә? Аламызда қаз оқушылар оны 280 қосылған 80. қаз оқушылар оны айғайлау керек жоқ. Не істейміз? Бізде аламыз 100-ді көбейтеміз 2-ге, ол бізде 200, иә? Екен біз 100 теңгеліктен 200 теңге бар, иә? Жалпы одан кейін 50 монеталардан бізде қазір мындай 50-ді 3-ке көбейтіп 150. Бізде 50-ді көбейтеміз 3-ге 3-ке. 80. Жақсы, оны айғайлау керек жоқ. Оқушылар, айтамын ғой барлығын, айтамын. Енді 10-ды көбейтеміз 8-ге, бізде 80. Болды, енді біз аламыз да соның барлығын қосамыз. Бізде 200-ді, иә, 200-ді қосамыз 150-ге, қосамын 180-ге қосамыз. Бізде неше шығады оқушылар? 430. Дұрыс, 430. Аха. Болды, енді 400. Ау. Қас, тыныш, оқушылар. Шығару жолын керек жоқ. Кімде сұрақ бар? Осыған дейін кімде сұрақ бар, оқушылар? Сұрақ бар ма, оқушылар? Жақсы, сұрақ жоқ болса, жақсы. Енді болды, бізде не істейміз? 468-ді азайтамыз 430-ға. Бізде шығады неше? 38. Ол не деген сөз? Қараңдар, оқушылар. Бізде 2-ге бөліп 38 теңге жетпей тұр. Тыныш оқушылар. Бізде аламызда не істейміз? Бізде қараңдар, 100 теңгеліктен бізде жалпы 200 теңге бар. 50 теңгеліктен тыныш оқушылар, айғайлабаймыз. Бізде не деп тұр? 50 теңгеліктен бізде жалпы 150 теңге бар. Енді не бізде 10 теңгеліктен бізде жалпы 80 теңге бар осы. Алдықта сон барлығын қостық. Бізде сол осы 100 теңгелік, 50 теңгелік, 10 теңгелік монеталар жалпы сол суммасы бізде 430 теңге бар. Алдықта 468 теңге бізде жалпы ақшасынан. Не істедік? 430-ды азайттық. Бізде неше? Бізде 38 теңге қалды. Ол 38 теңге. Ол бізде 2 теңгеліктен, осы 2 теңгеліктен тұрады, иә? Енді аламызда сол 2 теңгелік монеталар бізде нешеу? Аламызда сол 38-ді бөлеміз. Мында қазір мында астына жазайын. Астына жазайын. Аламызда осы 38-ді бөлеміз 2-ге, сонда бізде 19 шығады. Ол не деген сөз? Ол деген сөз бізде 2 теңгелік монеталар саны 19. 19. Болды бізде. Не деп тұр? Бізде енді барлық монеталы сан сұрап отыр ғой. Бізде білеміз 2 монета бар, 3 монета бар, 8 монета, 19. Аламызда сон барлық қосамыз. Енді бізде 2 қосылған 3, қосылған 8, қосылған 19. Иә, сонда бізде қандай? Жауабы неше болады, оқушылар? 32. Иә, 32. Болды, ол бізде сонда жауабы қандай? Ол бізде жауабында А варианты болады, иә? Осыған сұрақтар не бар, оқушылар? Сұрақ бар ма осыған? Жазып алыңдар енді, оқушылар, соның бәрін жазып алыңдар. Тағы рет айтайын, мұнда не істедік? Бізде бірінші, біз білеміз, жалпы ақшасы бізде 468 теңге. Білеміз, бізде 100 теңгеліктен 2 монета бар, 50 теңгеліктен 3 монета бар, 10 теңгеліктен 8 монета бар. Енді бізде сол 2 теңгелік монета табу керек. Екен бізде белгісіз, екен айтып қалғаны сол 2 теңгелік монеталар. Енді болды, сон табамыз бізде. Осы монеталар бізде белгілі ғой. Осы 100 теңгелік, 50 теңгелік, 10 теңгелік. Аламыз сон барлығын қостық. Сол бізде неше ақшасы табу үшін бізде 430 теңге. Аламызда 468-ден 430-ды азайттық. Бізде 38, ол не? Бізде 38 теңге осы 2 теңгелік монеталардан тұрады. Болды, сол 38-ді бөлдім 2-ге. Менде 19 монета. Ол не? Бізде 19 монета, ол 2 теңгеліктен тұрады. Болды, енді сол алдықта бізде 2, 3, 8, 19 біз бірден білеміз. Бізде осы есепте не сұрап отыр? Сол неше монета жалпы бар деп тұр. Барлығы неше монета бар? Алдықта сон барлығын қосып, бізде 32 шықты. 10 есеп бізде А варианты дұрыс болады. Жақсы, сұрақтар
бар ма оқушылар? жоқ. Сұрақтар жоқ. Я, өйткені, так, оны қайталап айттым, сендерде сұрақ болмау үшін, я. Өйткені мұнда көбі қате шығар істеген. Енді не деді? Бізде құрылысқа 27 цемент әкелді. Бірден жазған цемент. Бізде неше? 240. Так, мұнда, ой. 247 тонна деп тұр. Енді бізде айтты, ал құмды, так, тыныш. Ал құмды бізде 23 тонна көп әкелді деп тұр. Ол не деген сөз, оқушылар? Бізде құмда неше тонна? Не істейміз сол? 23 тоннаға тең болады ма, әлде осы 23-ті қосамыз 247-ге ма? Әлде азайтамыз ба? Қосамыз. Дұрыс. Сонда бізде... Соны көбірек. Я, дұрыс. Өйткені не деді? Бізде осы 23 тонна көп әкелді деп тұр. Осы. Аламызда 247-ні қосамыз 23-ке. Бізде неше шығады бізде? Так, бізде 370 шығады. Так, бізде осыған дейін сұрақтар бар ма оқушылар? Түсінікті ғой, бізде құмды. Так. Ол жерде жатыр ғой, және бетон, цемент пен және құмды. Енді барлық құрылысқа барлық қанша тонна құм мен цемент әкелінді. Болды. Енді аламызда сол 247-ні қосамыз бізде. Құм 370. 370. 617. Жауабы біз неше? 617. Так, мұнда жауабы дейін. 617 тонна. Болды. Жоқ. Жауабы бізде 617 болды. Тонна деп жауапқа жазуға керек жоқ. Сұрақтар бар ма осыған дейін, оқушылар? Түсінікті ғой, неге бізде құмда, екені не? Бізде құмда не деп тұр? Бізде 23 тонна көп әкелді деп тұр. Кеткен жақты ғой. Енді сол осы... Ағай. Ау. Кім ағай деді? Мен деді, сол 10 есепті дұрыс шығарым. Негізі тоннамен килограммға айналып жазып қойыппын. Көрдім. 6700 деп. Бірақ бізде 617 тонна ғой жауабы. Килограммға айналдырған, ол бізде керісінше 617 мың болады ғой. Мұнда 6 мың ғана жаздыңыз. Так, енді жақсы. Сұрақтар бар ма осыған дейін, оқушылар? Бізде осы есепке. Точно? Жазып алыңдар. Так. Осыған неше секунд? Так, жазып алуға, оқушылар. Осыған... Мен жазып алған. 10 секунд берем. Так, 10 секунд берем, оқушылар, жазып алыңдар, дұрыстап. Демілеп, түсініп алыңдар. Тыныш, керек жоқ айғайлауға. Керек жоқ, оқушылар. Менде өзімде де бар сол уақыт көре аламын. Так, болды, уақыт бітті. Так, енді бізде 11-ші есеп, 12-ші есеп. Бізде не деді? Мараттың 220 теңгесі болды. Бұл Динаның ақшасының 80 теңге артық. Так, ал Айжанда олар екеуінің ақшасының қосындысы 140 теңгеге артық деп тұр. Марат, Дина және Айжан үшеуінде барлық қанша ақша? Осында есепті біз шығардық қой. Бізде не деп тұр? Маратта 220 теңге бар. Одан кейін теңге. Енді Динада, так, Д деп. Динада неше деп тұр? Бізде Динаның ақшасынан 80 теңгеге артық. Не істейміз сонда? 140. Дұрыс. Так, ол не де сөз? Бізде айтыр ғой, бұл деп тұр. Қарандар, тыныш, оқушылар, тыныш. Бізде не деп тұр? Бізде бұл деп тұр. Бұл ақшасынан деп тұр. Сонда бізде ол не деп тұр? Бізде Маратта сол 80 теңгеге артық ақшасы бар сол.
артық болып тұр сол. Дина Мараттан 80 теңгеге кем. Я, дұрыс. Сонда 220-ны азайтамыз 80-ге, бізде 140 болады. Сонда бізде Динада неше? 140 теңге. Так, енді бізде Айжан бар. Так, Айжан не деп тұр? Біз осы олар екеуінің ақшасынан, қосындысынан 140 теңгеге артық деп тұр. Так, ал ақта былай. 220-ны қосамыз 140, я, бізде неше шығады? Ол бізде, так, 140, ол бізде 360 болады. Енді не деп тұр? Осы олардың екеуінің ақшасынан қосындысынан 140 теңгеге артық. Сонда не деген сөз оқушылар? Кімде артық? Айжанда ма, әлде осы 360-тан артық па? Не істеу керек біз, оқушылар, ары қарай? Айжан 360-ға енді 140-ты қосамыз. Марат. Точно? Я, оқушылар, 360-ты. 140-ты қосамыз. Дұрыс. 140-ты. Жақсы, ары қарай оқушылар, тыныш. Менде басқаша мен Шығарды. 80-ді 140-қа қосты, 220, 220 қосған 220, 440. Қаз оқушылар, осы есепті шығарған толығымен бізде неше болады? Бізде 500, я, дұрыс, 500. 500-ге Так, қаз оқушылар. 500-ге қосамыз 360. Я, 860. білеміз. 500-ді қосамыз 360-қа. Еткені біз білеміз Дина мен Мараттың қосындысы, я, оқушылардың қосындысы 360, бірден сон уақыт кетірмей қосамыз, бізде 860 болады. Сонда бізде жауабы, так, 860. Так, анда қалай шықты сол басқаша? 220-ны 80-ге қостыңыз, я? Ал қалай? Я. Кімде басқаша шықты оқушылар? Басқа тәсілі сол. Кімде болды сол оқушылар? Басқа, сол екінші тәсіл кімде болды? Жақсы. Сұрақтар бар ма осыған, оқушылар? Осы 12-ші есеп. Кімде сұрақ бар, былай өтейін? Кімде сұрақ бар? Жоқ. Жақсы, енді жазылғанда. Жоқ. Жақсы, жоқ болса, күшті. Так, сендерге. Так, 30 секунд берем, жазып алыңдар, оқушылар, жазып алыңдар. Бізде қайтадан айтпаған, сендер бізде не депті? Бізде неге солай шықты? Өйткені бізде Маратта 220 теңге бар. Ол бізде жаздық бірден белгілі. Енді не дер? Ол бұл Динаның, қараңдар, ең бастысы бізде бұл Динаның ақшасынан деп тұр, я? Бұл ақшасынан 80 теңгеге артық деп тұр. Сонда бізде, я, бізде не дейсіз? Ол бізде Маратта ақшасы көп деген сөз ғой, я? Сонда Динаны табу үшін бізде 220-ны 80-ге аз айттық, бізде 140 шықты. Сонда бізден таптық Динада 140 теңге. Енді айттыр, бізде Айжанда олар екеуінің ақшасынан, қосындысынан 100 теңгеге артық деп тұр. Я, сонда бізде 500-ді не үшін қостық? Қараңдар, не үшін қостық? Қараңдар, екені бізде айттыр ғой, есептің сұрақ бізде Марат, Дина және Айжанда үшеуінде барлық қанша ақшасы бар деп тұр ғой. Сол барлық ақшасын сұрап отыр. Өйткені бәрін керек. Я, бізде білеміз. Ау. Тут ссылка жібересіз. Я, сабақтан кейін жіберем соны. Сабақтан кейін жіберем. Басылып кетті бюджет. Содан кейін 3 сағатқа одан кіре алмай бір 4-5. Я, көрдім. Я, оны көрдім, оқушылар, білеміз сол. Кіре алмайтындар сол басында. Жақсы, енді бізде, так, не істедік? Тағы рет айтып алайын. Бізде Динаның ақшасы 140. Енді бізде не де тұр? Айжанда олар екеуінің ақшасынан, қосындысынан, я, 140 теңгеге артық деп тұр ғой. Сонда бізде... Үш минут кетті. Ау. Жақсы. 3 минут кетті. Жақсы. Анда 10 минут қалды. Так, онда уақыт кетірмейді. Ары қарай шығарайық.
бізде 13-ші есеп. Мектепте жаздық лагерьге 3-ші сыныптардан 88 оқушы қатысты. Мұндағы оқушылар, ұл оқушылар саны, қыз оқушылар санынан 12. Так, тыныш айғайламаймыз оқушылар. Мұндағы ұл оқушылар саны, қыз оқушылар санынан 12 оқушыға артық. Так, ұл дейміз, так, қыз дейміз. Так, мұнда не деп тұр? Ұл оқушылар саны, қыз оқушылар санынан 12 оқушыға артық. Не деген сөз? Бізде ұлдар 12 оқушыға көп қой, е, оқушылар? Бізде ұлдар көп қой. Әлде қыздар көп оқушылар? Иә. Дұрыс. Енді не істейміз? Енді аламыз да сол. Ұлдар аламыз да сол. 38. Тыныш, арғаламаймыз. Бізде аламыз не істейміз? 88-ді осы 12 ұлдарды азайтамыз, я? Не істейміз? Айтамыз. Сендерді санамаймыз дейміз, я? Бізде сонда 76 болады. 76 Так, тыныш, арғаламаймыз, оқушылар, арғаламаймыз. 76-ны бөлеміз 2-ге, бізде неше? 38 шығады. Сонда не деген сөз? Бізде қыздардың саны 38, я? Ұлдардың саны 40. Болды, енді оқушылар, оны, ұлдар санын енді табу керек жоқ, өйткені бізде айтыр, онда лагерьде неше қыз оқушы қатысты деп тұр ғой. Сондықтан оны арғарай шығару керек жоқ, уақыт кетіру керек жоқ, кетіруге. Сұрақтар бар ма осы, оқушылар? Жоқ. Жақсы. Так, қараңдар, мұнда оқушылар 50 мен 38 деді, оқушылар бізде ол қате болды, екен мұнда тек қыздардың санын сұрап отыр. Сондықтан бізде жауабында тек 38 деп жазамыз. Енді жақсы, енді жазып алыңдар оқушылар, жазып алыңдар. Бізде неше 2 есеп қалды. Так, соған неше секунд? 10 секунд берем. 15 секунд берем. Жазып алыңдар. Ағай, мен Google балдардың санын жазып қойдым. Google формаға толтырып жатқанда балдардың санын жазып қойыппын ғой деймін. Мұқият болыңдар енді. Жақсы, Жақсы, бізде уақыт бітті. Жақсы, енді Жас болды. Енді ұлдардың санын табу үшін не істейміз? Бізде білеміз, болды, 38-ді 12-ге қосамыз. Бізде 50 болады. Ол бізде егер толығымен тапса... 26 қыздар ма? Жоқ, бізде 38 қыз ол. Бізде 50, бізде ұл ғой. 50 ұл? 50 ұл. Екен бізде 12 оқушы артық қой. Біз алдықта сол 12 оқушыны кел деп айттық. 12-ге қосып. Так, енді тағырып айтылан енді. Бізде ұлдар саны 12-ге артық қой. Білеміз, және қыз бен ұлдарының қосындысы жалпы саны бізде 88. Сол алдында сол 12 артық оқушыны, бізде алдымда айттым, барындар дедім, сондықтан алдымда 88-ді 12-ге аз айттым, бізде 76. Бізде 76, ол бізде қыз бен ұлдың оқушылар саны бізде бірдей болады, теңеседі. Өйткені бізде осы 12 артық оқушыны кет дедім. Бізде сонда 76-ны 2-ге бөлдік. Бізде сол 38, бізде сонда 38 ұл бар, және 38 қыз бар. Бірақ 38 ұлды бізде осы 12 оқушыны, осы 12 артық оқушы бізде кет қалды ғой. Енді айтам, келіндер дедім. Сондықтан 38-ді 12-ге қостым, сонда бізде 50 ұл. Сонда бізде осы лагерьге 50 ұл келді, және 38 қыз. Сұрақтар бар ма осыған, оқушылар? Сұрақ бар ма? Жоқ. Жақсы, жоқ болса, келесі 14-ші есеп. Ой, қайда ол? Түсінбей алым. Мұнда жаз, мұнда көрсетпей тұр, білмеймін неліктен, так. Жақсы, енді уақыт кетірмейік, бізде оқушылар 5 минут қалды. Так, тез сендер айтып алайын, сол 14-ші мен 15-ші есепті қалай шығаруға болады. Так. Ағай, бір минут қалды ғой? Жоқ, 5 минут қалды ғой. Или мен сағатым дұрыс емес па? Жоқ, уақыт қазір 20:54.
6 минут бар. Жақсы, бізде 5 минут бар. Енді не деп тұр? Мында 14-ші есеп көрсетпей тұр. Сол. Жақсы, енді уақыт кетіремін. Бірінші қорапта бізде 144 алма бар. Ау. 76. Жақсы, оны Мен де- Альмира ау. 76 қате деп тұр ма? 576 шықты. Жақсы. Так, енді оқшар тыныш. Енді бізде не деді? Бірінші қорапта 144 алма бар. Бірден бар. Бірінші қорап бізде 144 алма бар деп тұр. Одан бұл екінші қораптағы алма санынан 3 есе кем болса, екінші қораптағы барлық қанша алма. Сонда бізде екінші қорапта неше алма оқшар? Не істеу керек біз осы 3 есе кем десек? Азайтке үсті көбейтеміз. Дұрыс. Бізде дұрыс оқшар. Өйткені бізде не деп тұр? Өйткені бұл деп тұр. Бізде бұл санынан 3 есе кем болып тұрса, сондықтан біз аламызы бұл деп тұр. Сондықтан біз аламызы 144-ті 3-ке көбейтеміз. Бізде неше шығады оқшар? 332. Неше? 432. 432. Енді болды. Бізде бірінші қорапта 144 алма бар, екінші қорапта бізде 432 алма бар. Бізде не деп тұр? Бізде екі қорапта барлық қанша алма сұрап отыр, сондықтан 144-ті 432. Сонда бізде неше? Мұнда 2-ні ұмытып кеттім. Қас оқшар. 432-ден 500. Қас оқшар. 576. 576. Сұрақтар бар ма оқшылар? Оқшылар, сұрақтар бар ма? Жоқ. Жазып алыңдар енді, осын жазып алыңдар. 70. Жақсы, жазып алыңдар. Ау. Жақсы. Так, бізде енді үй жұмысы есептер бітті. Бізде 15-ші есеп ол. Бізде 10-ші есепке ұқсас қой. Сондықтан сұрақ жоқ деп ойлаймын. Так. Жалпы қандай есеп сендерге қиын болды оқшар? Түсінбей қалдыңдар. Қандай есеп? Оны қайтадан Оңай болды. Жақсы. Оңай деген сөз не? Ол деген сөз бізде осы тақырыпты сендер түсіндіңдер. Бізде көре алмай қалдым. Бізде осы барлық есептерді шығардық. Сабақ бізде енді шықсақ болады. Енді оқшар, бүкіл есептерді қарастырдық қой. Енді сабақ бізде бітті. Сау болыңыздар.